Жақсы құрметті оқушылар, бүгін біздер 6-шы нұсқаның 24-ші сұрағына келіп жеттік. Кеттік онда ары қарата. Мыс хлоридінің балқымасын электролиздегенде катодта 68 грамм мыс, анодта 22 түрде хлор бөлініп түзілген хлордың шығымы. Так, бұл оңай есеп. Балқыма электролиздесе купрум хлор-2-ні тура осы тұрсында балқыта қоясыңдар. Купрум мен хлор-2-ге айырылады. Мынау катод, мынау анод. Бізге айтады, катодта 68 грамм мыс дейді. 68 грамм деймін. Астына 64 деп әмерін қоямын. Анодта 22,4 литр хлор бөлінеді. Оның практикасы. Практикасы. Бұл шығымның бірінші типіне кетіп тұрда, мен оның үстіне апарамда тағы да x литрін табамын, астына 22,4. Сонда мен яғни тауып атқан в теориям, ол менде 68 көбейтілген 22,4 бөлу 64. 23-те 8 болады екен. 23-те 8 литр. Енді шығымның формуласы салам. В практика. В теория деген. Практика есеп шартына беріледі. Міндетті түрде әрқашанда 22-де 4-ті бөлем. 23-те 8-ге 100% көбейтем. Сол кезде менде 22-де 4-ті бөлем. 23-те 8-ге 100% көбейтсем 94-те 11% шығады екен. 94-те 11%. Жауап бар ма бізде? Жауап да деген сөз.